Bugungi videoda biz metrli двумерные массивы и матрицы. Ол үшін бізге MATLAB бағдарламасының оқулығы қажет. MATLAB бағдарламасының оқулығында жұмыс істейтін алгоритм көрсетілген. C мәнін енгізейік. Екі берілген мәндерді қосамыз. SC плюс A. S қосымша енгізілген функция R C минус A мәндерін шығардық. Қосымша P функциясын енгізіп, C мен B-ны көбейтеміз. T-ны енгізіп, P-ны 5-ке көбейтеміз. Найдите значение выражения. Осы алгоритмді орындайық. Енді осы матрицаның мәнін шығарайық. A берілген коэффициент, берілген мәндерді енгіземіз. Келесі функцияны B деп атап, оған сәйкесінше мәндерді енгізейік. Ал енді A, B, C-ні көбейтіп, біз мәнін шығардық. Төртінші алгоритм.
қайтадан енгізіп көрейік. Шықты. Оны сақтаймыз. Work датасын енгіземіз.